Татар бармы деп кім сорай, мен барман. Атын санын бек таныған жаш татарман. Түрктен өзге туғаным жоқ дүнияда. Түркнің өзі өз қардашы чоңғарман. Шымды Мемет Ниязи қойған татар бармы суаліне әлбетте Қырымда қырым татарлар бар дейміз. Олар есе өз көйлерінен ғұрурланалар. Бүгін тарих ізлері программасы Қырымның ойлы көйлерінден бірісі сайылған Арғынчыққа ел алам. Кой районның шымалінде болынып, Қырым чөл ерлеріне кірем. Сетлер районының қомшы оларақ ерлешіп келем. Меркезге олған месафе 23 километрні тешкіл етем. Ең яқын демір ел есе 28 километр ұзақлықта ерлешкен сетлерден кечем. Кой яқында малуматларны Қырымның камераль тарифлерінден алмаға мүмкін. Қырым ханлығы деврінде Кой Қарасу базар қадылығына кіріп, айны ернің қаймақанлығына айыт олған. Қырым Русияге қошылған соң Таврия вилаетінің Кефе уездіне кірген. Кой сельсоветі бұған тайған койы. Оға қараған бүйерлер епсі. Тайған койы мұна берден бір километр қадар неде ерлешкен. Оға қараған бұл Арғынчық. Берде Секізек деген кой бар бір қач километр ода. Сон ең не Шалқау олаға яқын болған Шалқау шында Мельнике ады. Бұл үштен көйін несі сельсоветі Тайғанда болған. Тайған мектеп епсанда болған. Сон Қырым татарлары шыққан соң бұл көй бошап қалған берде. Украинадан адамlar кеп башлаған. Бұл көйге Зибин деген аға қардаш келген екен бірінші екеуі. Сол мына өзенге яқын болсын деп башлағанлар үй құрма. Ояқтан колхоздың адамларын кетіріп, şu көй 46 жылдан башлап нетіп башлаған. Şu Зибина болып, адын Зибина қойы башлағанлар. Сол кеткен сайтын işte бұл тайған көйі сельсовет уақыт мектеп епсі бияққа ұшқан. Бұл көйлер епсі сон жоқ қалмаған өйерлерді. Секізектен де мұнда ұшқанлар епсі. Шалқау қалған. О революциядан алдын Шалқау дегірмені болған, айтулы Шалқау дегірмені болған. Онда бұтын Қырымнан келіп, şu жемаат ұн тартқан екен. О 43 жылға жай ішлеген дегірмен, женг вақытында о дегірмені патлатқанлар. На территории нашего поселения два села – Зыбины и Мельники. В Зыбино проживает 1300 человек, в Мельниках 260. Занимаются люди садоводством, выращивают коров. С работы тяжело у нас пока в поселении, ездят на заработки. Сейчас много людей пошли на работу в тепличный комбинат, который открылся в Белогорске по выращиванию помидор. Открылась овцеферма тоже в Белогорске, там сыр варят, тоже человек 10 работают там. Evellері ise шавқал 1-2 evден башланған. Шымды ise evлерінің сайысы 100-ден зияде. Оның чөллері ise айван бақмаға пек яқшы келіші. 90 жылдар Қырым татарлары өзінің ветанына қайтқанда бір еңгем, мен еңгем бұл ағам апайы, ол доктор еді. Şu көйге алдылар оны. Патронажный сестра деп, уақыт ондай не бар еді. Ана көйде үйме-үй жүріп, қасталарын қарай еді. Бір қоранта яшады, бұл уақыт кеже бір қоранта еді. Шында епсі раметі болдылар. Шалқау көйінде шында бұл күнде Қырым татар қорантасы жоқ. 1805 сенесінің 14 октябрінде олған вақияларға көре, көйде 8 азбарда 108 инсан яшағаны қайт етіле. Оларының эпосы тек Қырым татарлар олған екен. 1817 сенесі Мухинның арби харитасында есе Арғынчық 8 азбар оларақ көстеріле. 1842 сенесі есе о 5 азбарлы кішік кой кібі сайылған екен. Шымды де кой шурасы ватандашларымыз нен бераберлікте чалышып, койнен мирақландырған инсанларны желбетіп,
шirketlер ақында түшіне. Какие инвесторы заходят к нам, говорят, продукция будет не конкурентоспособная, нужно газ. Сейчас Башкортостан выделил 200 миллионов на изготовление проектно-сметной документации по газификации нашего куста. Это Васильевка, Мельники, Зыбины. Вот. Потом будут перед федерацией просить, чтобы включили в программу. Вроде планируют на 2022 год по газификации. Бала бақшасыны бүтінлей ремонт етіп, дамыны да деңіштірділер. Бина умумен 120 бала үшін құрылған. Ама бүгінгі күнде мында 70 кенже қатнай. У нас на территории был большой очень винодельческий завод. Принимал продукцию от совхозов, колхозов, перерабатывал, делал виноматериалы, спирты, которые отправляли для изготовления вин. И шампанских, и марочных вин, спиртов. Вот, деревня держалась этим. Потом потихоньку все пришло в негодность. Сейчас, говорю, инвесторы заходят, а нет газа. И своими силами люди засадили паевые земли садами. Это яблони на низком подвое. Капельное орошение провели, потому что с водой сейчас тяжело. Вот. Стоит 2 холодильника у нас по хранению яблок. Вот. Люди и в садах работают, и есть фирма одна, ИП. И посадили 98 гектар по инвестициям грецкого ореха, тоже ЛПХ. Эвеллері умумен букой түтін тарлаларынан белі олған. Соң әлбетте юзімжілік. Ама көзіңіз о биналарға түшсе, юрегіңіз ағылай. Эвеллері не олған, шымды есе бойле ал. Сообщение транспортное хорошее. В этом году нам государство поставило 2 хорошие современные 2 остановочных павильона. Оборудовали площадки. Вот. Автобусное сообщение очень хорошее. Советский Симферополь, Нижнегорск Советский. Вот. Постоянно у нас с этим проблем нет. Вода подается круглосуточно. 3 артезианские скважины. Вода – это жизнь. Вот. Человек может... Все провели там туалеты, установили бойлеры. Жизнь более-менее это самое хорошее. Сделали мы проект на освещение, получили положительное заключение экспертизы 25 декабря. Сейчас подали в федеральную программу, просим у Федерации деньги для освещения. Вот. В этом году Министерство ЖКХ подписало с нами соглашение, выделяют 3 миллиона на благоустройство парка. Вот. Это лавочки, скамейки, дорожки, чтобы детям было ограждение, чтобы детям, мамам было где отдохнуть. Парк у нас действующий был. Пришел, постарели деревья. Мы соберем весной в виде субботников и будем там озеленять. Государство выделяет субсидии на 2 дворников. Это очень хорошо, потому что в деревне надо, как в доме, делать каждый день что-то. Убирать, поливать, обрезать. Вот. Это большое спасибо. Вот. Просто, мне кажется, вообще преобразится село. Әлбетте, еркезні қувандырған биналардан бірісі yolның үстінде тұрған бірінші ярдымны көстерген тиби меркез сайла. О yerде çok yıllar devamında çalışkan ekім аман-аман бүтін көй сәкеллеріні таный. Ve оларға daima yardımcı olmağa тырыша. Я работаю здесь уже с 1983 года по распределению из Крымского мединститута. Работаю я в Вишенской амбулатории. Обслуживаем мы население Зыбина, Мельники, Вишенная. Радиус где-то 10-15 километров. Приезжаем в Зыбино регулярно, раз в неделю. У нас есть 2 семейных доктора, семейных врача. Одна приезжает раз в неделю во вторник, я приезжаю по пятницам. Это уже наше установленное время. Люди знают, дети. Я в основном обслуживаю и взрослые, и мы же семейные врачи, взрослые и детское население, но в основном я была бывшей
Педиатр ко мне приходят больше всего. И дети, но и взрослые. Тибби мерkezінің әрбір хадимі евелері насыл бинада ярдым көстергенлеріні яқшы хатырлайлар. Elbette şimdi tibbi yardım için çok şaraitlerde yapılgan. Yürek uruşunu eşitmek, kan almak için her bir şey var. Раньше мы были в условии приспособленное здание, не типовое, а приспособленное Белогорского винзавода, бывшее здание общежития. Нам было выделено там 2-3 комнаты помещения. Оно отапливалось только частично печкой, буржуйкой. Было неудобно, неуютно. Люди сидели в коридоре в холодном помещении. И медработникам неудобно было, и людям неудобно было. Потом, когда организовали этот модульный ФАП в прошлом году, здесь стало очень уютно, тепло. Кондиционеры работают, техника здесь, и весы новые, современные, для маленьких детей с рождения новорожденных и детей до 18 лет. И все взрослое население здесь очень удобно. Есть ростомеры, есть электронные весы и пеленальный столик для маленьких детей. В общем, все очень комфортно. Ekim nasıl alda olmasa da yardımga muhtaç insanlarga kolundan kelgenini yapmak gerek. İnsanlar ise kahramanımızını bu köyde sevip çalışkan günlerini bekleyler. Наша цель-то какая? Вовремя обнаружить какое-то состояние неотложное, оказать помощь. Если мы окажем помощь человеку, здесь и гипертонические кризы, и разные переломы, укусы, и болевой синдром, все мы оказываем на местах. У нас есть необходимые медикаменты для этого. Вот. И если необходимо, мы вызываем на себя неотложную помощь, скорую помощь из города Белогорска, приезжают, транспортируют. Tibbi merkezge uzak olmagan bir yerde vatandaşlarımız için en kıymetli yerden birisi olgan cami yeri ayrılgan. Çok yıllardan beri niyet etken edik. Köyümüzde cami yok edi. Bu yıl şu rayon müftiyatı yardımından hepsi vesikalar hazırlandı. Şimdi sessiya karar aldı endi. Cemaatini toplap laf etildi hepsi. Kısmet olsa mana bu turgan yerimizi cami kurmak isteyimiz. Şimdi köy sakinleri caminin proyekti hakkında düşüneler. Gelecekte bu yerde insanlarla tolu olgan ve namazga kelgen Allah'ın evini tasavvur eteler. Bu kolxoz başta bütün bahçe, yüzüm, alma ne asragan. Onun için bir yerde tarnis kılad, yaşık ne kakkanlaştı. Şu Almanya cimaya yaşık nesi boğan. Şimdi kolxoz dağılgan son, bir yerler boş. Sesiyetmen ağnaştık, sesiyet reisimen. Köyde vatandaşlarımızın sayısı az olsa da dua, iftar ve cuma namazlarını unutmaylar. Mına şimdi bütün Oraza bayramı, Kurban bayramına komşu köyü mına Vişinli'ye katlayımız bu gün gece. O arman ağnaştık işte bayram namazları. Bunda cuma günleri baramız Vişinli'ye, Vişinli komşu köyümüz. Bir yıl saylandı ordumuzun imamımız var şimdi. Eldar Bey. O Azov medresesi bitirgen, İstanbul'da okup geldi. Onu sayladık. Bu günde şimdi o işte, onun için o duaların oğlu bana. Bu Vişinli'den başta Vişinli mollası geliyordu her vakti. İşte ben de yardımcı olup beraber hepsinin ellerin meseleni çözüyorduk. 1864 senesi köy Kırım Tatar ve Rus köyü sayılgan. Sakinlerinin sayısı ise 41 insanға yetken. Haritalarda қалған malumatlarga göre köyning chetinden Buyuk Qarasuv özeni keçken. 1887 senesi ise köylülerinin sayısı 231 insan olam. Olarının arasında Rus Yunanları da kayıt etilgen. Şimdi ise vatandaşlarımız bu yerlerge kaytıp öz hayatlarını devam edeler. Böyle insanlardan birisi Elmira Hanım sayılam. O 90-cı seneleri öz tamır köyüne kaytam. Koyunu beğendik, потому что bu koy babam, karpabam koyuydu. Onlar bu koyda tuğulganlar, bu koyda ostular, bu koydan da sürgün boldular. Özbekistan'a, Kaşkadarya oblasına
Ondan da qaytып келдік мында. Babam da, қарт babam da qaytып келді мында. Bizler de torunlar олардың артынан келдік бұл қойға. Эльмира ханым өзі өмір yoldaşınen 50 yıl beraber yaşap, алтын тойларыны да qayt ettiler. Құранда Қырымға қайтқанда çok şeylerini başından geçirdi. Симферопольге жаяу барайдылар. Сүй алмамында боғдай екеділер. Бақла, шындай шилерін екіп, деңіштіріп, нетіп жүргендер, яшап жүргендер. Олар келгенде қой деңішмеген. Шо тұрыш қой тұрайды. Аны сон бұл 30 жылың için. Не бітті қой деңішілді. Сілер де қартайдық, яшлай келген едік. Торынlar da уже өсіп келе жатыр. 90-нчы сенелері халқымыз ана ватанымызға қайтмаға башлай. Амма мында келіп, эв алып, де прописка мәселесі ағыр еді. Башта прописка етмейділер, үй алма бермейділер. 90-ncı yılda қардашым келді. Күндіз милиция келек, чықар шилерің дейді. Ақшам туғанлар келейді. Çıkmaysan bir yaka ketme, otur деп отырайдылер. Аны шайтып, evlerine aldık, boyunda alғанда, алдық біреуге айтмай, көрсетмей, біреу көрмесін қоңышылар деп. Совет devrinde ise Koy Akmecet уезінің Қарасу Базар районына баққан. 1926 senesi ise Тайған Koy қожалығының ерлері олған. Анда 217 insan yaşағаны qayt etilген. Олардан 50 данесі Қырым татарлар олған. 1939 senesi Sovetler keçirgen jedvelге көре, Арғын Koyunde 119 insan yaşағаны qayt etilgen. Шынды ise Koy халқы кене кележекке umut beslеп, бала тербиесінен оғрашалар. Бөлешке қол тұтқан бина мектеп сайла. Койның ортасында еркезінің дыққатыны желп еткен тасил бинасыдыр. Наша школа открыта 22 апреля 1970 года, как раз в честь столетия дня рождения Владимира Ильича Ленина. До этого была в школе на территории нашего села 8-летняя школа, а потом открылась средняя школа, 10-летка. Ну а эта школа, новая школа. На тот момент это было очень большое здание, которое было построено, современное. Ну, правда, нам в этом году, как раз 22-го, мы отмечаем 50 лет в школе, проводим встречу выпускников. Для нас это большой праздник, который мы будем проводить, потому что за 50 лет очень уж большое количество у нас выпускников, которыми мы можем похвастаться во всех отраслях, буквально как государство, можно сказать. Есть наши работники, есть те, которые нас прославили, есть у нас и ученые, и писатели. Поэтому история школы очень большая. Ел-елдан мектепнің алы тек деңіші. Бина ветасиль системасы яңы елға кіре. Когда перешли в Россию, у нас сейчас тоже большие изменения. То есть нам очень хорошо помогли. Нам перекрыли школу, нам сделали канализацию. То есть дали оборудование для кабинетов, мы новое получили. Правда, хотелось бы еще, но потихоньку мы все равно получаем новое оборудование, современное, то, которое необходимо нам для учебно-воспитательного процесса. Проблем, конечно, очень много, но постепенно они решаются. Мектеп мудирінден сізде қырым-татар тілі ве эдебиаты дерслері алып барыламы деген суалге ойле жауап алдым. Ну, крымско-татарский язык у нас не изучается в связи с тем, что нет потребности. У нас очень мало детей крымско-татарской национальности. У нас буквально 9 человек крымско-татарской национальности на всю нашу школу. И дело в том, что дети у нас по разным классам. Мы даже собрать их в группы, как бы объединить, например, начальная школа, основная и средняя, у нас просто не представляется возможностью. По 2-3 человека. Ну, будем так говорить, родители особо не настаивают на том, в принципе, вообще не настаивают, чтобы велся крымско-татарский язык. Айны вақытта мектепте 128 талебе тасил алып, 16 hoca çalışа. Оларның içinde elbette bizim семеттешлерimiz de бар. Talebелер өз мектеплерini seveler. Çünkü her bir hoca dersini яңы мираклы усулда кечирмеге hareket ете.
Ну, дальнейшие планы хотелось бы, чтобы нам, конечно, побольше еще сделали в отношении того, что до современной школы, оборудованной, как говорит, для того, чтобы все можно было делать, нам еще далековато. Поэтому хотелось бы, чтобы нам финансово помогли с фасадом школы, потому что если внутри у нас школа, я считаю, довольно-таки неплохо смотрится, снаружи нам похоже. Но нам обещают, мы стоим в планах, и я думаю, что постепенно нам все это сделают. Арғыншықтың келешегіні түшінген актив кой сәкенлерінден бірісі Алиме ханым сайла. Қараманымыз тамырлары көпірлі койден олап, ер вақыт анасының ярдымынен қырым үшін көрешіп, бұл койны сечіп ала. Балалықтан анамнан епсін айтайды анам, қырымда деп. Енді өзіміздің яшымыз келген соң көріп башладық, яқын келіп. Анамлар Уралға түшкен еді. Анам Уралға, бабам Тула шахталарына. Анам Уралда соңғы койы лагерь ГУЛАГ башлаған жерге соңғы койында екен, тауда. 40, анам 30 яшыларда екенде, тау кескенде анам башына терек түшкен о вақытте. О вақытте зорлары жоқ болмаған. Ондан соң көзі чөкті. 42 яшында анам екенде біз Тула шахталарында яшайдық. 53 сенесі мынау бабамыз өлгенде, патшамыз. 56 сенесі қалқ башланды топламаға бір шахтаға топланып башладылар. Бізде онда көштік, 7 ай болғанда бабам поясасына қалып өлді шахтаға. Анам 42 яшындайды, мен қардашым 3 яшында, мен 6 яшында. Анам бабам 40-ға көзі көрмеді. Зафим чөкті көзі. Онан соң өксізліктің чектік, көрдік епсін. Россияның несінде школасында оқыдым. 68 сенесі анам енді анауларға қошыла жақсыз, қан қоша жақсыз, баш қоша жақсыз. Айдап келгенде бізді айдап келді неге? Мен өзім келдім, мұнда бір кибитка алдық, ремонт еттік, Баканкаға келдік, Крымский район. Қараманымыз өз күчінен балаларыны аяққа тұрғыза. Көйде актив олып, чоқ инсанлармен таныш ола. Бек көп жүрдік, онда деңіз бойында отырайдық. Мұнда бұл койын, мынау жерде несі бар еді, гөлі бар еді, ставок бар еді. Бір дүлбер көрінді, кірдім. Қоңшыларымыздан евелден білген бір яш келіншек рас келді, Ақайға барған еді біздің койден Новороссийскеге. Ана Шупатиме рас келді, ана жерде бір үй бар деді, келдік, япыштық. О вақытте жоқ еді де қырлы сатылған. Ну, ақшамыз бар еді, о вақытте ояқ чап қыладық, бияқ чап қыладық, сиыр алдық, көкіш алдық, огород қаздық. Енді күнің түшкен соң етесін. 7 ай дегенде Ақайым қазаланып бөлді неге? Аварияға. Қалдым, 2 баламан, 2 көзі көрмейін анам 80 яшында еді, вақытта 80-ге яқын еді. Алиме ханым ер бір қорантанен қардаш олып, шымды де халқымызнен бағлы меселелеріні чезмеге тырыша. Башта мезарлықын ясадық. Бізде бек бек мұқтаж кіші, капке мұқтаж кіші рас кемеді бізге. Мұнда. Ер кезің өзінің қолы аузына жетеді. Оның үшін бір дене неміз бар, бір дене епсімізге керек еріміз бар, мезарлық. Ол мезарлық ол вақытте айырылған екен енді топыраға. Қораланмаған еді. Сон енді халқын топламақ үшін енді сайладылар мен ол вақытте, білмеймен не үшін. Неткендірлер базыналары маға өткенім, мен өткеменім. Шықтым алдына, колхоздан таш-маш топладым, таш алдым, неден алдым. Қалқтан қырлы ақша жимадық. Бір кере 2 күміс жиған, кім жимаған еді. Епсін колхоз берді, председателіне бардым, лап еттім. Берділер, ясадық. 215 метра қораладық мезарлықны. Ана ол ерде соң қалқ неттілер. Қалқ бір-біріне байландылар, бір үшке шықтық. Ер байрам барды, шығайдық мезарлыққа, үшке.
бір қой аламыз, соямыз, 22 етеміз. Өлілерін ратсызламайық деп 2 дәне өлі. Бір дәнесі бар еді мен келгенде, екіншісі мен ақайым. Ана ол мезарлыққа барайдық, ондан қайыр қалқын өзінің шиы жоқ. Барайдық, темізлейміз, бір ерін ясаймыз. Ондан берілде ерген. Мана шынды бір баштан бір башқа айтаймыз, топланып келдірлер неге, мезарлыққа. Сол қазақ мезарлығы мен татар мезарлығының арасы сеткалары бар еді. Ол сетканы ол уақытте нетмедік. Енді олардың өлілердің арасында нетмейік, қораламайық деп қораламадық. Сеткасы өлген соң, мынаулар енді бияққа кіріп баштадылар. Сон неттік, лафеттік қалқыман топладық, енді бұбіргере ақша топладық. Беңергіміз жейдік, сон зияде берген сой болды, келіп çalışқан сой болды. Ондай сен кіменкі деген шей жоқ біздің көйде. Қораладық оны. Ондан дедік, енді табытларын менің салмаға бір ер башта не деді. Башта неге жамге алып кетедік, вешінеге, андаса қойдық. Енді өзіміздің қалқ топлады, ақша бар, петтілер, яшылар, тіктілер, ясадылар. Боған керек шейін лескеріне барғачы, жуылажақ шейлеріне барғачы, ондай қапалы ерде бар. Енді байрам күні он авесіні ойыны ашқанда бірінші керек. Онда алып кетіп құрбан чалдық, дуа еттік, енді онда топланамыз. Номан Челебичхан айтқаны кібі, Қырым бұл бір гүлдестедір. О гүллер түрлі халқлар сайла. Амма гүлдестенің ортасында біз қырым татарлар тұрамыз. Келіңіз бұл сөздерге есасланып, достане аятта өз меңлігімізні ұнытмайық. Миллет адым түрк болса да, тарихте шанлы адым татар, шай деп язарман. Өз терегін беген-меген сойсызларға ұр дауышнен керекмейсіз деп атарман. Келген кечкен ханлықларны, барлықларны жоқтыр деген қансызларға жав боларман. Са бол, ару миллет. Мемет Ниязи.